Саламатсыңдар ма балалар? Әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Екінші сабақ. Сабақтың тақырыбы «Мен Қазақстан азаматымын». Оқулықтағы бірінші тапсырмаға қараймыз. Тірек сөздерді пайдаланып, өзің туралы сынып алдында айтып бер. Тірек сөздерді пайдаланып, туған жылым, туған жерім, қызығушылығым, өскенде, жетістіктерім деген сөздерді пайдалана отырып, өзің туралы сыныбының алдында айтып көр. Қай жылы, қай күні туылдың, қай жерде туып өстің, өскенде кім болғың келеді, алдыңа қандай мақсат қойдың, қандай қызығушылықтарың бар, қандай жетістіктерің бар, соны айтып сынып алдында өзің туралы кішкене баяндап көр. Өтебай Қанахин 1923 жылы дүниеге келіп, 1990 жылы дүниеден өтті. Жазушы, Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Тәуіп ауылында дүниеге келген. Жазушының көл жағасында, ата қоныс, бақыт бәйшешегі, маздақ, дәмелі атты кітаптары жарық көрген. Түсініп оқы. Туған жер. Сен әуелі ананың ақ сүтінен нәр алып, бесікте құндақтаулы жаттың. Сөйтіп жатып уілдейтінді шығардың. Сосын отыруды үйрендің. Тұруға да шаман келе бастады. Алақай, міне тәй-тәй басып жүріп те кеттің. Сонда сен алғаш рет табаныңа мамықтай тиген туған жердің қасиетті де құнарлы топырағын бастың. Келер жылы таяқты ат қып мініп шапқылай жөнелдің. Сол таяқта сен туған жердің талынан кесіліп алынған болатын. Ағаларыңа немесе ауылыңдағы ересек балаларға еріп қармақ салмақ боп өзенге бардың. Ол өзенде туған жердің төсінде ағады. Ондағы ақ сазан, ақ балық, алабұға, шортан, тағы да басқа балықтар туған жердің ризығы. Жазда жағалай ауыл қонған көлге барып, талай-талай рахаттана шомылған боларсың. Сонда шалқар судың айдынында жұбын жазбай жүзіп жүрген кербез аққуларға көзің түскен болар. Құс төресі сол аққулар да өзін өскен өлкенің көркі, қаз, үйрек, қасқалдақ, басқа да су құстарының неше түрін көрдің сол көлдің жағасынан. Бұлар да сені туған жерді мекен етеді, өсіп өнеді, өркен жаяды. Ұлан байтақ қазақ даласын, тұз тағысы, киік, таутеке, арқар, аю, барыс, қабылан сияқты жабайы аңдар да қоныс етеді. Туған жеріміз Қазақстанда суы телегей, теңіз де, ұшар басы мәңгі қар басқан зеңгір тау да, көк күмбек боп бой түзеген орман тоғай да баршылық. Сайып келгенде әрбір адам үшін туған жердің қадірлі, қымбат ештеңе жоқ. Өйткені сен алғаш жарық дүниеге келген сәтіңнен бастап, осы өлке саған алтын бесік атамекен болып саналады. Сенің ғана емес, сенің әкең мен шешеңе, сенен кейінгілерге де қадірлі қоныс боп қала бермек. Сондықтан туған жерді сырт жаудан қорғап қалу, соған көңілгір дайын тұру парыз. Балалар, дәптермен жұмыс. Дәптерімізді алып, оқулықтағы 10-шы беттегі сөздікті әдемі көркем етіп жазып аламыз. Құндақ, сәбиді жаялыққа ораған бөлеуі жөргек деген сөздің мағынасын береді. Ризық, бұйырған, нәсіп, ырыс. Сайып келгенде, нақты айтқанда сөздерінің мағынасын береді. Сіз мәтіннен отан сөзімен мәндес сөздер іздеңдер. Мысалы, ұлан байтақ, туған жер деген сөздер отан сөзімен мәндес сөздер болып келеді. Дәлелде, мәтіннен үзінді.
Туған жеріміз Қазақстанда суы телегей, теңіз де, ұшар басы мәңгі қар басқан зеңгір тау да, көк көмбек бой түзеген орман тоғай да баршылық. Автордың пікірін мысалдап келтіріп дәлелде. Иә, Қазақстанда суы телегей, теңіз де, ұшан теңіз мәңгі қар басқан зеңгір тау да, көк көмбек боп бой түзеген орман тоғай да баршылық. Сайып келегенде, әрбір адам үшін туған жердің қадірлі, қымбат ештеңе жоқ. Өйткені сен алғаш жарық дүниеге келген сәтіңнен бастап, осы өлке саған алтын бесік атамекен болып саналады. 7-ші тапсырмада азаттық, парыз, міндет туралы соңғы абзацты оқып түсінгеніңді әңгімеле дейді. Азаматтық, парыз, міндет бұл әрбір адамның парызы, борышы. Балалар, мына Қазақстан республикасын қорғау, оның әрбір азаматының парызы мен міндеті деген міне біз мына жерде кітапты да көріп тұрмыз. Бұл Қазақстан Республикасының Конституциясы кітабында 36-шы бапта белгіленген. 8-ші тапсырмада өзің тұрған жерді сипаттап, біздің ауылға немесе қалаға келіңдер деген тақырыпта жарнама жасаңдар дейді. Мысалы, өз тұрған жерлеріңді қонаққа біздің ауылға немесе қалаға келіңдер дегенде, өз достарыңа жарнама жасауға, өз ойларыңды жазуларыңа болады. Балалар, жарнамалап көріңдер. Сен өз ауылың, қалаң туралы білесің бе деген тақырыпта викториналық сұрақтар дайындап жаз. Мысалы, сен қай ауылда тұрасың, немесе сенің қалаң қалай аталады деген сияқты сұрақтар дайындап жазып көрейік. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.